Бүгінгі тақырып дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп. Дүниежүзілік шаруашылық бір-бірімен дүниежүзілік экономика арқылы байланысып, тарихи қалыптасқан дүниежүзі елдерінің ұлттық шаруашылығының жиынтығы. Дүниежүзілік шаруашылық адамзат пайда болғаннан бері қалыптасып келеді. Шаруашылықтың дамуына бірден бір себепші болған ұлы географиялық ашулар 15-17 ғасырлардағы. Осы географиялық ашулар десек те артық болмас еді. Жаңа жерлердің немесе континенттің ашылуы сауда жасауды дамытты. Сауда мемлекетаралық қарым-қатынасты нығайтты. Өнеркәсіптік революция 18-19 ғасырларда болған машине индустриясының дамуына ықпал етті. Дүниежүзілік нарықтың және көліктің дамуы дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасуындағы негізгі факторлар. Жоғарыда аталған факторлардың әсер етуінен 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында дүниежүзілік шаруашылық қалыптасты. Келесі екінші тақырыпшамыз ауыл шаруашылығы және балық шаруашылығының географиясы. Ауыл шаруашылығы материалдық өндіріс саласына жатады. Бұл шаруашылықтың 50-ден астам түрі бар және онда шамамен 1,1 миллиард адам жұмыс істейді. Барлық шаруашылық түрлері мен ауыл шаруашылық типтері біріктіріліп екі топқа бөлінеді. Тауарлы ауыл шаруашылығы, яғни интенсивті егіншілік және жемшөп даярлайтын мал шаруашылығы, бау-бақша, ауыспалы егіншілік, жайылымдық мал шаруашылығы және тұтынушы ауыл шаруашылығы. Дәстүрлі шаруашылықтың бір түрі. Жер жыртып егін егу, көшпелі немесе жартылай көшпелі мал шаруашылығы, аң және балық аулау, жеміс-жидек өсіру және тағы да басқалары. Экономикасы дамыған елдерде агробизнес формасына енген жоғары тауарлы ауыл шаруашылығы басым. Қазіргі ғылыми-техникалық революцияның дамуына байланысты ауыл шаруашылығы механикаландыру мен химикаттаудың шегіне жетіп тұр. Шаруашылықтың дамуына микроэлектрониканы енгізу, автоматтандыру, сұрыптаудың жоғары көрсеткіші, биотехнология қарқынды әсер етуде. Дамушы елдерде ұсақ тауарлы ауыл шаруашылығы басым. Өткен ғасырдың 50-60 жылдарында заманауи агротехниканы қолдану арқылы ауыл шаруашылығын түрлендіру жақсы жолға қойылды. Бұны жасыл революция деп атайды. Жасыл революция ГТР-дің бір формасы. Тез пісетін дәнді дақылдарды егу, ирригация көлемін ұлғайту, техниканы және тыңайтқышты кеңінен қолданып, мол өнім алу жолдары. Жасыл революция Мексикада, оңтүстік және оңтүстік-шығыс Азияда үлкен қолдау тапты. Ауыл шаруашылығы құрылымына қарай екі үлкен салаға бөлінеді. Егін және мал шаруашылығы. Міне мына схемадан көріп тұрғаныңыздай, мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы немесе егін шаруашылығы дейміз. Егін шаруашылығы өз кезегінде дәнді дақыл, азық-түлік және азық-түлік емес деп үшке бөлінеді. Азық-түлік шаруашылығы құрылымының басты өнім түрлері. Бұл жаңағы дәнді дақылдар. Дәнді дақылдарға бидай, күріш, тары, жүгері, арпа, сұлы жатады. Техникалық дақылдар, оның ішінде майлы дақылдарымызға мына схемада көріп тұрғаныңыздай зәйтүн жатады. Одан бөлек, зәйтүннен бөлек соя, күнбағыс, арахис жатқызуға болады. Одан кейін қант дақылдары, қант құрағы және қызылша жатады. Қант құрағы мен қант қызылшасы жатады. Одан кейін жаңағы талшықты дақылдар, техникалық дақылдар оған мақтамыз жатады. Крахмалды техникалық дақылымызға картоп, сергітпе техникалық дақылымызға шай және кофе жатады. Және дәм татымдық техникалық дақылдарымызға мысалға
лавр жатады екен. Қалғаны бақша, жеміс жидек, яғни әртүрлі жүзім, цитрус, банан, бақша дақылдары, гүл өсіру осы бақша және жеміс жидек деп аталатын осы салаға жатады екен. Қазақстанның бау бақшасы деп оңтүстік аймақтарды айтамыз. Мал шаруашылығы саласының географиясы малдың орналасуымен және санымен анықталады. Мал басы өркендеген елдер: ірі қара Үндістан, Бразилия, ақш-та, шошқа Қытайда, қой Еуропа, Солтүстік Америкада. Қазақстанның барлық аймақтары мал шаруашылығымен айналысады. Алайда малдың түріне қарай солтүстік пен оңтүстік арасында біршама айырмашылықтар бар. Ауыл шаруашылығы құрылымында балық шаруашылығының да рөлі жоғары. Дүниежүзіндегі балықтың 9 бөлігі теңіздер мен мұхиттардан ауланады. Балық шаруашылығы географиясына 20 ғасырдың екінші жартысы үлкен өзгеріс алып келді. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін және одан кейінгі уақыттарда оның негізгі ауданы Атлант мұхитының солтүстігі болса, яғни Норвегия, Дания, Ұлыбритания, Германия, ақш, қазіргі кезде орталығы Тынық мұхитының солтүстік жағына ауысты. Балық аулау барлық жерде қолға алынғанымен, жетекші мемлекеттерді атамай кетпеуге болмайды. Олар Жапония, Қытай, Ресей, ақш, Чили, Перу. Соңғы кездері балықты жасанды жолмен көбейтуге кең етек жаюда, яғни оны аквакультура деп атаймыз. Келесі, өнеркәсіп географиясы. Өнеркәсіп материалдық өндірістің жетекші саласы. Онда жұмыс істейтіндер саны, жалпы жұмыс істейтін адамдар саны 350 миллион адам. Соңғы 100 жылдықта өнеркәсіп өндірісі 50-ден аса өсті. Қалыптасуына қарай өнеркәсіп салалары 3 топқа бөлінеді. Бірінші, ескі салалар, яғни өнеркәсіптік революция кезінде пайда болғандар. Тас көмір, металлургия және тоқыма өнеркәсіптері, бу машиналарын жасау және басқалары. Қазіргі таңда бұл салалардың өсу қарқыны баяу. Келесі, екінші, жаңа салалар. 20 ғасырдың бірінші жартысында ғылыми техникалық прогреспен анықталатын салалар, яғни автомобиль жасау, пластмасса өндірісі, химиялық талшық жасау және тағы да басқалары. Қазір бұл сала қарқынды даму үстінде. Үшінші, ең жаңа салалар, яғни ғылыми техникалық революциясының заманында пайда болды және ғылымды көп қажет ететін салалар. Ол микроэлектроника, микробиология, робот жасау және тағы да басқалары. Оны жоғары технологиялар саласы деп атайды. Бұл қазіргі кездегі тұрақты және жылдам дамып келе жатқан жаңағы салалар болып табылады. Енді мынау келесі кестеден көріп тұрғандарыңыздай, мынау өнеркәсіптің бірнеше салалары, яғни отын, электр энергетикасы, металлургия, машина жасау, химия, тамақ, жеңіл және орман. Осылардың ішінде алдымен отыннан бастаймыз. Жалпы ГТР заманындағы өнеркәсіп салаларының дамуында ескі салалардың үлесі азайып, жаңа салалардың, әсіресе ең жас салалардың даму қарқындай түсті. Сонымен бірге өнеркәсіптің аумақ бойынша орналасуы да өзгерді. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылым бірінші кезекте ірі өнеркәсіп аудандарының орналасуы арқылы анықталады. Олардың саны 100-ден астам. Негізгі бөлігі шетелдік Еуропада, ТМД елдерінде, Шығыс Азияда, Солтүстік Америкада орналасты. Дүниежүзі шаруашылығының салалық құрамына келетін болсақ, бірінші мына кестеден көріп тұрғаныңыздай схемадан, яғни отын энергетика өнеркәсібі бірінші орында алады. Оған көмір, мұнай, табиғи газ жатады. Өткен ғасырдың 70 жылдарындағы мұнай және энергетика дағдарысынан кейін бұл салалардың даму қарқыны бәсеңдеді. Сондықтан да көптеген дамыған елдер отын және энергияның үлес салмағын азайтып, энергияны үнемдеу саясатын ұстанды. 90 жылдардың аяғында дүние жүзінде энергия ресурстарын өндіру 10 миллиард тоннаға жетті. Өзінің даму тарихында отын энергетика өндірісі екі кезеңді қамтиды. Біріншісі көмір кезеңі, яғни 19 ғасырдың және 20 ғасырдың
бірінші жартысы. Бұл кезеңде дүниежүзілік отын-энергетика құрылымында көмірдің үлесі басым болды. Екіншісі мұнай кезеңі. Экономикалық тұрғыдан арзан мұнай мен газ көбірек қолданысқа енді. Отын-энергетика өнеркәсібінің құрамына схемадан көріп тұрғаныңыздай мұнай, газ және көмір өнеркәсіптері кіреді. Дүние жүзінде мұнайды шамамен 80 мемлекет өндіреді. Олардың географиялық таралуы үлкен жетілік елдердің қолында. Мұнай өнеркәсібінің ерекшелігі қордың 5-тен 4 және өндірудің 2-ден 1 бөлігі дамушы елдердің еншісінде. Негізгі экспорттаушы елдерде солар. Ірі мұнай тасымалдаушы аудандар Парсы шығанағында және Ресейде шоғырланды. Дүние жүзіндегі табиғи газдың жылдық өндірісі 2 триллион метр кубтан астам. Жетекші өндірушілер бұл Ресей, ақш, Нидерланды және Канада. Көмірдің жылдық өндірісі 5 миллиард тоннаға жуық. Ол дүние жүзінің 60 мемлекетінде өндіріледі. Соның ішінде біздің елімізде, яғни Қазақстанда бар. Келесі екінші сала бұл электр өнеркәсіптің екінші саласы бұл электр энергетикасы саласы. Дүниежүзілік өндіріс көлемі жағынан 12 триллион киловатт сағатына өндіріледі. Ең көп өндіретін елдер ақш, Ресей, Жапония, Германия және Канада. Электр энергиясы өндірісі құрылымында бірінші орында жылу энергиясы алып отыр. Яғни жылу энергиясы 60%, екінші орында гидравликалық 20%, үшінші орында атом 17% энергиясы алып жатыр. Неден көріп тұрғаныңыздай, ЖЭС, яғни жылу электр станциясы, су электр станциялар және атом электр станциялар. Келесі тау-кен өнеркәсібі. Тау-кен өнеркәсібі минералды шикізатты өндіруші сала. Дүниежүзілік деңгейде тау-кен өнеркәсібінің үлесі өнеркәсіп өндірісінде біртіндеп төмендеуде. Дегенмен дүниежүзілік шаруашылыққа халықаралық еңбек бөлінісінің географиясына едәуір ықпалын тигізуде. Халықаралық еңбек бөлінісінің нәтижесінде дүниежүзілік шаруашылықта алпауыт 8 тау-кен өндірісі мемлекеті пайда болды. Олар ақш, Канада, Австралия, Оңтүстік Африка Республикасы, Бразилия, Үндістан, Қытай және Ресей. Қазақстанда тау-кен өнеркәсібі жетекші рөл атқарады. Өнеркәсіптің басқа салаларына біз келесі сабақтарда тоқталамыз.